Армысыздар құрметті көрермендер, бүгінгі дәрісте біз сіздермен бірге шахмат тақтасындағы фигуралармен танысамыз және оларды шахмат тақтасында бастапқы позицияда дұрыс орналастыруды үйренеміз. Шахмат ойыны бұл екі адамдық ойын. Бірінші ойыншы ақ болып ойнайды, екінші ойыншы қара болып ойнайды. Шахмат тақтасындағы фигуралардың саны 32, оның 16-сы ақтар, 16-сы қаралар. Шахмат тақтасында ақ фигуралар бастапқы позицияда бірінші және екінші горизонталь сызықтарында орналастырылады. Қара фигуралар жетінші және сегізінші горизонталь сызықтарында орналастырылады. Сіздер оны жаттап алуларыңыз керек. Шахмат тақтасында фигуралардың 6 түрі бар. Фигураның бірінші түрі бұл бізде король. Король шахматта ең басты және ең құнды фигура болып саналады. Суретте корольдің екі көрінісі бейнеленген. Сол жақта бұл бізде корольдің үш өлшемдік кеңістіктегі көрінісі, оң жақта бұл бізде корольдің екі өлшемдік кеңістіктегі көрінісі. Корольдің екі өлшемдік кеңістіктегі көрінісін сіздер онлайн шахмат ойындарында көресіздер. Фигураның екінші түрі бұл бізде ферзь. Ферзь корольден кейін шахматта ең құнды фигура болып есептеледі. Шахматта ферзь күш жағынан ең мықты фигура болып саналады. Суретте көріп отырғанымыздай ферзьдің екі көрінісі бейнеленген. Сол жақта бұл бізде үш өлшемдік кеңістіктегі көрінісі, оң жақта бұл бізде екі өлшемдік кеңістіктегі көрінісі. Фигураның үшінші түрі бұл бізде ладья. Ладья ферзден кейін шахматта күш жағынан ең мықты фигура болып есептеледі. Суретте көріп отырғанымыздай ладьяның екі көрінісі бейнеленген. Сол жақта бұл бізде ладьяның үш өлшемдік кеңістіктегі көрінісі, оң жақта бұл бізде ладьяның екі өлшемдік кеңістіктегі көрінісі бейнеленген. Фигураның төртінші түрі бұл бізде піл. Суретте көріп отырғанымыздай пілдің екі көрінісі бейнеленген. Сол жақта бұл бізде пілдің үш өлшемдік кеңістіктегі көрінісі, оң жақта бұл бізде пілдің екі өлшемдік кеңістіктегі көрінісі бейнеленген. Шахматта піл фигурасы ладьядан кейін күш жағынан ең мықты фигура болып есептеледі. Фигураның бесінші түрі бұл бізде ат. Суретте көріп отырғанымыздай аттың екі көрінісі бейнеленген. Сол жақта бұл бізде аттың үш өлшемдік кеңістіктегі көрінісі, оң жақта бұл бізде аттың екі өлшемдік кеңістіктегі көрінісі бейнеленген. Шахматта ат фигурасы ладьядан кейін күш жағынан ең мықты фигура болып есептеледі. Ат фигурасы піл фигурасынан күш жағынан кішкене әлсіздеу болып келеді. Фигураның алтыншы түрі бұл бізде сарбаз. Сарбаз фигурасы шахматта піл және аттан кейін күш жағынан ең мықты фигура болып есептеледі. Суретте көріп отырғанымыздай сарбаздың екі көрінісі бейнеленген. Сол жақта бұл бізде сарбаздың үш өлшемдік кеңістіктегі көрінісі, оң жақта бұл бізде сарбаздың екі өлшемдік кеңістіктегі көрінісі бейнеленген. Шахматта ферзь бен ладья ауыр фигуралар қатарына жатады. Шахматта жеңіл фигуралар қатарына піл және ат кіреді. Шахматта король фигурасы ең құнды фигура болып саналғаннан кейін және де оның атқаратын рөлі ерекше болғаннан кейін ол жеңіл фигуралар қатарына және ауыр фигуралар қатарына жатпайды. Шахматта сарбаз фигурасы күш жағынан ең төменгі орында орналасқаннан кейін ол жеңіл фигуралар қатарына және ауыр фигуралар қатарына жатпайды. Шахматта сарбаздардың саны 16, оның 8-і ақ сарбаздар, 8-і қара сарбаздар. Шахмат тақтасында сарбаздар екінші және жетінші горизонталь сызықтарында орналастырылады. Ақ сарбаздар екінші горизонталь сызықтарында орналастырылады. Қара сарбаздар жетінші горизонталь сызықтарында орналастырылады.
Шахмат тақтасында ладьялардың саны 4. Оның 2-і ақ ладья, 2-і қара ладья. Ладьялар бізде шахмат тақтасының бұрыштарында орналастырылады. Ақ ладья бізде А1 және H1 торларында орналасады. Қара ладья бізде А8 және H8 торларында орналастырылады. Шахмат тақтасында ат фигураларының саны 4. Оның 2-і ақ ат, 2-і қара ат. Ат фигуралары шахмат тақтасында ладьялардың қасына орналастырылады. Шахмат тақтасында піл фигуралардың саны 4. Оның 2-і ақ піл, 2-і қара піл. Піл фигуралары шахмат тақтасында аттардың қасына орналастырылады. Шахматта ферзь фигурасының саны 2. Оның біреуі ақ ферзь, екіншісі қара ферзь. Шахматта ферзь өзінің түсін жақсы көреді. Сол себепті ақ ферзь ақ торда тұрады, қара ферзь қара торда тұрады. Шахматта король фигурасының саны 2. Оның біреуі ақ король, екіншісі қара король. Король фигурасы шахмат тақтасында ферздің қасында тұрады. Шахмат тақтасында фигуралар бастапқы позицияда дұрыс осылай орналастырылады. Сіздер оны жаттап алуларыңыз керек. Көріп отырғанымыздай, шахмат фигуралары бастапқы позицияда шахмат тақтасының 50%-ын қамтиды. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат тақтасындағы фигуралармен таныстық және оларды шахмат тақтасында бастапқы позицияда дұрыс орналастыруды үйрендік. Енді маңызды жерлерді бекітейік. Біріншісі, бұл шахмат тақтасындағы фигуралардың саны 32, оның 16-сы ақ түсті фигуралар, 16-сы қара түсті фигуралар. Ақ түсті фигуралар шахмат тақтасында бастапқы позицияда бірінші және екінші горизонталь сызықтарында орналастырылады. Қара түсті фигуралар 7-ші және 8-ші горизонталь сызықтарында орналастырылады. Екіншісі, шахмат тақтасында фигуралардың 6 түрі бар. Біріншісі бұл бізде король, екіншісі бұл бізде ферзь, үшіншісі бұл бізде ладья, төртіншісі бұл бізде піл, бесіншісі бұл бізде ат, және алтыншысы бұл бізде сарбас. Шахмат тақтасында король фигурасы ең құнды және де ең маңызды рөл атқаратын фигура болып есептеледі. Шахмат тақтасында ферзь фигурасы корольден кейін ең құнды фигура болып есептеледі. Ферзь фигурасы күш жағынан ең мықты фигура болып есептеледі. Шахмат тақтасында ферзь фигурасынан кейін ең құнды фигура ладья болып саналады. Ладья фигурасы ферзь фигурасынан кейін күш жағынан ең мықты фигура болып есептеледі. Шахмат тақтасында ладья фигурасынан кейін ең құнды фигура піл фигурасы болып есептеледі. Күш жағынан піл фигурасы ладьядан кейін ең мықты фигура болып есептеледі. Шахмат тақтасында ат фигурасы ладьядан кейін ең маңызды фигура болып есептеледі. Ат фигурасы күш жағынан піл фигурасынан кішкене әлсіздеу болып келеді. Шахмат тақтасында піл және ат фигурасынан кейінгі ең маңызды фигура бұл сарбас фигурасы болып саналады. Үшіншісі, бұл бізде ферзь және ладья фигурасы шахматта ауыр фигуралар қатарына жатады. Ат және піл фигуралары шахматта жеңіл фигуралар қатарына жатады. Король және сарбас фигурасы шахматта ауыр фигуралар қатарына жатпайды және жеңіл фигуралар қатарына жатпайды. Себебі король фигурасы бұл шахматта ең құнды фигура болып саналады және де оның атқаратын рөлі ерекше. Сарбас фигурасы шахмат фигураларының ішінде күш жағынан ең әлсіз фигура болғаннан кейін ол олардың қатарына жатпайды.
Егер де бұл дәріс сізге ұнаса, лайк басып, пікір жазып кетсеңіздер болады.